Егер деніңіз сау болсын десеңіз, мына өнімдерден бас тартқаныңыз жөн. Бірінші, өңделген ет өнімдері колбаса, сосиска, шұжықтар. Неліктен зиянды? Құрамында нитраттар, консерванттар, артық тұз және қаныққан майлар көп. Не болуы мүмкін? Жүрек қан тамыр ауруларының, ішек обырының және жоғары қан қысымының қаупі артады. Екінші, құм шекер қосылған сусындар, газдалған сусындар, тәтті шайлар. Неліктен зиянды? Бауырға ауырлық түсіреді, инсулинге төзімділік дамиды. Не болуы мүмкін? Қант диабеті, бауыр майлануы, семіздік. Үшінші, ақ нан және ас тазартылған ұннан жасалған өнімдер. Неліктен зиянды? Талшық мүлде жоқ, қандағы қантты күрт көтереді. Не болуы мүмкін? Метаболизм баяулайды, артық салмақ жиналады. Төртінші, майда қуырылған тағамдар. Фастфуд, чипсы, қуырылған картоп. Неліктен зиянды? Трансмайлар мен канцерогендер көп. Не болуы мүмкін? Холестерин көтеріледі, жүрекке күш түседі, қартаю үдерісі жеделдейді. Бесінші, майонез, кетчуп, дайын соустар. Неліктен зиянды? Жасанды қоспалар, қант және тұз мөлшері жоғары. Не болуы мүмкін? Ішкі органдарға ауырлық түсіп, созылмалы қабыну дамуы мүмкін. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар.